Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте қызық мәтін, Құрманғазы мәтінін айтып беретін боламын. Біздің Құрманғазы Сағырбайұлы композитор, күйші. Ал önce осы мәтінді соңына дейін тыңдаңыздар, өте қызық мәтін екен. Ал önce мен кеттім. Ақмандай қыз өзінің құрбыларымен бірге өзенде серуендеп жүр. Ол өте ақылды, бойжеткен, ерке қыз екен. Ол үйіне келген кезде бір бейтаныс адам үйінде отыр. Ол адаммен амандаспай, Ақмандай ол адаммен амандаспай, өзінің үкілі домбырасын алып, оның құлағына қарайды. Оның құлағы бұралып кеткен екен. Сол кезде мынаның құлағына кім тиген деп бірінші ата-анасына қарайды. Олардың барлығы үнсіз қалады. Содан кейін Ақмандай қыз өзінің құлағын жөндеп бұрап, домбыраны тарта бастайды. Олар күйді соңына дейін тыңдайды. Ақмандай қыздың тартқан күйі адай күйі болатын. Содан кейін күйді тартып болғаннан кейін төрде отырған қонақ алып келші бері маған домбыраны. Күйдің күйін кетірдің ғой дейді. Бұндай сөзді Ақмандай қыз ешкімнен естімеген еді. Өйткені ол ауылда домбыраны тек қана жақсы тарта алатын Ақмандай қыз еді. Содан кейін ол күйші өзі домбыраны, ол төрде отырған адам өзі домбыраны тарта бастайды. Оны барлығы аяғына дейін тыңдайды. Сол кезде үйдің иесі былай дейді: мен осы Қызылқұрт руында Құрманғазы деген бір күйшінің бар екенін естіп едім. Сол сен емессің бе? дейді. Сол болсақ, сол болармыз деп жауап береді Құрманғазы. Ол күйдің аты серпер екен. Ал önce достар, бұл біздің мәтініміз аяқталды. Егер де бұл мәтін сіздерге ұнаса, әрине де менің арнама лайк басып, және де астындағы подписаться деген кнопканы басып қойыңыздар. Ал önce всем пока-пока!